Хұд пайғамбар қиссасы. Хұд пайғамбардың шын есімі Рай еді. Жасынан алғыр, зерек, құймақұлақ өрен болып өсті. 3 жасында үлкендермен тең дәрежеде сөз толғады. 4 жасында қатарына тәлім айтты. 5-ке толғанда батыс пен шығыста өткен мәшһүр даналардың мұрасын меңгеріп, ақыл қуатымен безбендеді. 6 жасында атқа қонып, дау-жанжалға әділ төрелік берді. 7 жасында жақсылармен сұхбаттасып, хал ілімінің қыр-сырына қанықты. 8-інде сұңғыла сезімнің сәулесі дарыпты. Қос ғаламның құпиясын көңіл көзімен аңдайтын қасиет қоныпты. 9-ға келгенде Тәңірісі алқап, көкірегінде киелі әуез тербетті. Жебірейіл періште жаратқанның сәлемін жеткізді. Әй Рай, адамға жас кәмелеті көрік болмайды. Желіксіз жанда ерік болмайды. 9-ға келсең де топты жарар қуатың бар. Білігің мен ойыңның сарқылмас суаты бар. Аллаң сені жұртын жөнге салар пайғамбар етіп таңдады. Халқың бұрынғы хәкім, нәбилердің салған жолынан жүз қайырды. Жер бетіне айла мен қулықтың, аярлық пен сұмдықтың топаны жайылды. Зұлымдар нашарды басылған нандай иледі. Әділдің тауаны қайтып, тауық үйреді. Малғұнның мейманасы тасыды, момынның жанары жасыды. Сен осы тасқынның жолына тосқауыл болып тұрасың. Міскін мен күштіні, әлсіз бен мықтыны меңгеріп, таразыны тең құрасың. Надандықпен күрес, саған тиген үлес. Жасым кіші деп титтейде қаймықпағын, күшім кем деп жүрегің шайлықпасын. Сенің атың бұдан былай Хұд болады. Мәні кәміл адамдыр, бұл хақ бұйыртқан бағаңдыр деді. Хұдтың елі аймаққа әді деген атпен мәлім еді. Патшасы Ажақ есімді қайырымсыз бір залым еді. Әркез іблістің тілін алып, мыстанға сырын алдырды. Кеуілін соқыр сенім мен жалған нанымға шалдырды. Халқын жылатып, мал-мүлкі мен асыл бұйымын тартып алды. Алтын күмісті аямай қарштап, пұт жасап, соған табынды. Хұд тынбай кезіп елді иманға шақырды. Ей жарандар, бәрің бері қараңдар, Аллаға мойын бұрыңдар, иіліп тағат қылыңдар. Тас пұттан сендерге еш пайда жоқ, мұндай меңіреу мүсін қайда жоқ. Сайтанға еріп, ізгілердің сорабынан адастыңдар. Жақсыны жатқа балап, жаманмен жанастыңдар. Құдай сонда да сендерге мейірім шапағат қылды. Елді тура жолға баста деп маған бұйырды. Бірлігін оның біліңіз, хам жарлығын қылыңыз дейтін. Оның көркем лебізі кейбір қиянатсыз жандарға әсер ететін. Бірақ батпаққа әбден батқан надандар оны ажуалап күлетін. Сен бала, алдымен аузыңнан ана сүтін сүртіп ал деді бірі. Ойнап-ойнап жалығып кеттің бе? Егер ішің пысса, кел, саған басқа ермек тауып берейін деп кекетті екіншісі. Құдайыңа айта бар, бізге сендей пайғамбар керек емес. Өзіміздің тас пұтымыз жетеді, деп көкірек керді үшіншісі. Бізді дінімізден айырмақсың. Құр арамтер болмай жөніңді тап. Оған сен түгіл атаңның да, бабаңның да шамасы жетпейді деді тағы біреуі. Хұд оларға, жасың кіші деп қомсын бағын. Құдайдың әміріне шек келтіріп қорсын бағын. Алланың азабы жасындай болып жетеді. Құдіреттің қасында құм құрлы салмағың жоқ. Жер тәңірсіп, кісімсіп жүргендердің жазасы көп деді. Адамдар оның сөзіне құлақ асқан жоқ. Хұдтың жанына аз ғана кісі ерді. Пайғамбар оларға иман үйретті. Махаббат пен мейірімнің мәнін аңдатты. Басында бұларды бәрі мазақтап жазықсыз жәбірлейтін. Хұд қанша жапа көріп, жазықсыз жапа шексе де сабыр көрсетіп бақты. Құдай оларынан береке бірлігін алды. Күн өткен сайын олардың бастары бәледен арылмайтын болды. Сапсау жүргендер аяқ асты түсініксіз дертке шалдығып үйінен шыға алмай қалды. Мардамсып кеуде керген тәкаппарлардың ісі оңға баспады. Отбасында әке мен бала, аға мен іні бір-бірімен келісе алмай, ерегіс пен төбелес көбейді. Байлар тас пұттарына қанша құрбан шалып, жалбарынса да жағдай оңалмады. Содан бір күні олар жиналып кеңесті. Бұрын Хұд жоқ кезде жайбарақат мамыражай өмір сүріп едік. Мына бозөкпе қалай шықты, солай басымызға дерт жабысты. Хұд біздің берекемізді алды, шырқымызды бұзды. Тезірек елден аластап қуу керек деген байламға келді.
Жоспарын іске асыру үшін жендеттер жалдап оңтайлы сәтті күтті. Бұлардың пасық пиғылы Құттың құлағына жетті. Ол: «Я Құдайым, төзімім таусылды, сабырым сарқылды. Қанша насихат етсем де кеудедегі қатқан тоңды сөгер емес. Айтқан сөзім көкіректегі тартылған қара пердені түрер емес. Ақырғы медет күтерім өзіңсің. Шүкір етпей күпірге толған пенделеріңді өзің тәубеге келтір» деді. Сол жылы көктен жерге бір тамшы тамбай, жерден қылтанақ шөп шықпай аштық басталды. Дұшпандар Құттың қол-аяғын байлап, елден аластамақ түгілі өз бастарымен қайғы болды. Елдің бәрі бір түйір дән іздеп, табанынан тозып, тентіреп кетті. Тек Құтты қолдап, Алланың бір деп білген серіктері ғана тақсірет тартқан жоқ. Олар кедей міскінге көмектесіп қолдағы барын бөлісті. Бұл жағдайдан ғибрат алғандар пайғамбардан кешірім сұрап, оның жанына топтасты. Бірақ қауымдағы ділі қарау адамдың күншілігі барған сайын күшейе түсті. Олар осы азаптың бәріне Құтты кінәлі деп тапты. Тағы бір жасырын жиылыс жасады. Әзер есімді бірі тұрып: «Бауырлар, Құттың сөзіне көнсек қайтеді. Оның Құдайы шын сияқты. Өзімізде обал сауаптан аттап, астамсып кеткеніміз рас. Құт айтқандай шынымен де соның жазасын тартып жатқандаймыз сірә. Нәр татпағалы қанша күн өтті. Өзіміз көнсек те үйдегі қатын балаға обал. Түріңе телміріп қарағанда қолыңды төбеңе қойып безіп кеткің келеді» деді. Оны кейбіреулер қостай кетті. Қырыс қабақ, томырық мінез Әужі атты біреу бар еді. Ол: «Я, сөзіңнің жаны бар. Қанша қасарыссақ та бұл апаттың сейілер түрі көрінбейді. Бірақ Құттың тәңірін мойындасақ, абыройымызға кір түсірмейміз бе? Одан да былай етейік. Құтты шақырып, біз сенің тәңіріңнің бірлігіне иландық. Бірақ ол алдымен бізге көктен бұлт жіберсін. Бұлт келсе ғана оның ақиқат Құдай екенін мойындаймыз» дедік. Жаңбыр жауып, жерге көк өніп шыққан соң сөзден тана салармыз деді. Бәрі жамырап оны құптай кетті. Сол бетінше тобымен Құтқа барып: «Әй Құт, біз сенің Құдайыңа сенейік. Бірақ шартымыз бар. Сен алдымен бізге бұлт сұрап бер. Содан соң иман келтіре жатармыз» деді. Құт келісіп дұға қылды. Көзді ашып жұмғанша көкжиектен қара қызыл ақ түсті 3 қазбауыр бұлт қалқып шыға келді. Құт оларға: «Ей халайық, бұлттардың бірін таңдаңдар» деп бұйырды. Олар қара бұлттан жаңбыр жауы мүмкін деп ойлап соны таңдады. Қара бұлт құйын жел тудыратын бұлт болатын. Жаңбыр суы тек ақ бұлттан ғана шығатын еді. Сол кезде Жебірейіл періште Ысырапылға «Желдің есігін аш» деп бұйрық берді. Ысырапыл: «Қандай көлемде ашайын?» деп сұрады. «Сиырдың көзіндей ғана аш. Онда дүниеде таулардың өзі қалмайды. Тебеннің көзіндей етіп ашсаң ше, онда өсіп тұрған ағаштардың өзін дауыл жалмайды. Олай болса, иненің жасуында етіп аш» деді Жебірейіл. Ысырапыл желдің есігін оның айтқанында етіп ашты. Сол-ақ екен, алай-дүлей құйын тұрып, көз жетер жердің бәрін жылан жалағандай етті. Адамдар тығылатын орын таба алмай састы. Ақыл есінен айырылып, бас ауған жаққа қашты. Бірақ желдің құрсауынан құтылған жоқ. 7 күн 7 түн үзбей соққан дауыл адамды мақта құрлы көрмеді. Қаһарлы желдің зарары тек Құт пен оның қасына топталған аз ғана момынға ғана тимеді. Осыдан соң Құт маңайдағы көршілер аймақтарға барып, оларға тынбай насихат айтты. Көптеген адамға Құдайдың хақтығын ұқтырды. Ділдеріне иман, парыз, мейірім мен махаббаттың табын жұқтырды. Өзі ұзақ ғұмыр кешіп, Шам жерінде дүниеден өтіпті. Қиссаның соңы.